Жатыр мойны обыры, жатыр мойны эпителийінде пайда болатын қатерлі ісік, жиі әйелдер арасында кездесетін және әйел өміріне қауіп төндіретін ісік болып табылады. Жыл сайын әртүрлі елдерде 500 мыңнан астам жағдайлар кездеседі, жиі жас әйелдерде кездесетін болады және уақытында қаралмаса әйел өміріне қауіп төндіреді. Ерте диагностика мен алдын алу шаралары өте маңызды рөл атқарады. Жатыр мойны обырын адам папиллома вирусы туындататын болады. Ол жыныстық қатынас кезінде жұғады. Адам папиллома вирусының қауіпті түрлері де бар. Папиллома вирусы 16 және 18 типті түрлері. Қауіп қаншалықты түрде артады, яғни бұл әйел өміріне соншалықты қауіпті төндіреді. Жатыр мойны обырының алдын алу үшін ең тиімді әдіс вакцинация болып табылады. Вакцинация іс жүзінде қауіпсіз. Оны қолданудың ең оңтайлы кезеңдері 11 және 26 жас аралығын құрайды. Жалпы вакцинацияның қауіпсізділігі зерттеулерге сәйкес расталған. Оның жанама әсерлері болуы мүмкін. Жеңіл түрінде ине салғаннан кейін ауырсыну, қызару белгілерінің пайда болуы, ал ауыр дәрежелері өте сирек кездеседі және ол қарсы көрсетпелермен қатар жүреді. Яғни вакцина компоненттеріне аллергия болған кезде ғана көрсетіледі және дәрігермен тығыз байланыста болады. Жүкті әйелдерге қолдануға ұсыныс тасталынбайды. Жатыр мойны обыры кезінде вакцинация жасаудың бірнеше артықшылықтары бар. Олар вакцинаны қолданған кезде ол бірнеше жылға сенімді қорғаныс бола алады және жатыр мойны обырының даму қаупінің 70%-ға дейінгі төмендетілуіне септік тигізе алады. Одан кейін оның қолжетімділігі, яғни көптеген елдерде бұл вакцина ұлттық бағдарлама жүзінде қолданылады. Дәл солай ол Қазақстанда да қолжетімді болып табылады. Және де вакцинация және скрининг жасау өте маңызды. Вакцинация бұл адам папилловирусынан қорғайды және де біраз жылға сенімді қорғаныс бола алады. Ал скрининг деп отырғанымыз бұл көп жағдайда осы жатыр мойны обырының алдын алуға, оны ерте анықтауға мүмкіндік береді. Кешенді тәсіл ретінде вакцина мен скрининг екеуі бірге қолданылған кезде олар жақсы қорғаныс күші қызметін атқара алады. Жатыр мойны обырының алдын алу мақсатында қолданылатын вакцинаның түрлері: бірінші, екі валентті адам папиллома вирусы инфекциясының екі түрінен қорғайды. Бұлар папиллома 16 және 18 типті түрлері Cervarix препараты болып табылады. Одан кейінгі 4 валентті адам папиллома вирус инфекциясының 4 түрінен қорғайды. Папиллома 6, 9, 16 және 18 түрлерінен қорғайтын Gardasil препараты болып табылады. Одан кейін 9 валентті адам папиллома вирус инфекциясынан 9 түрінен қорғайтын Gardasil 9 препараты. Қорытындылай келе, жатыр мойны обыры әйел өміріне қауіп төндіретін қатерлі ісік және оның алдын алу үшін вакцинация жасау және скринингтен өту өте маңызды болып саналады. Әрбір 30 жастан асқан әйел 2 жыл сайын скринингтен өтіп тұруы керек және дәрігермен тығыз байланыста болады.